Ассалаумағалейкум. Тағы да мен сіздерді осындай бір жаңадан жасап шыққан өзімнің котелыммен таныстырғым келіп тұр. Бұл котелдар два в одном. Қаласаңыз газбен жаға аласыз, қаласаңыз отработка маймен жаға аласыз. Бұл котелдің ерекшелігі, бұл 300 квадраттан 400 квадратқа дейін үйлерде беймәлел қыздырады. Сонымен қоса айта кетсек, не үшін бұны таныстырғым келіп тұр? Бұл 4 құдық котел. Мына жерден от жанады ішінде. По крайней мере, мына жерден жанған от резке шықпай 4 рет айнанып барып, сөйтіп болып шығады. Не үшін бұлай жасадық? Сондай болып жасалса, тепломен суға 100% өтеді деген сөз. Қазір жағу барысында мен сіздерді дәші бұны көрсетуін боламын. Так, сонымен бірге міне басында қалай жағамыз? Жаңа сместі құйдық. Мінекей сместі құйдық. Енді қағазды жағып ішіне лақтырамыз. Әне, қағаз жанды, ішіне түсті. Енді жай боздық береміз. Мінекей от жанды, ақырын мына жерде несін күйдіреміз. От жанып бастады. Басында осылай жай боздық беріп, ішіндегі камера ызғарайнені қыздырып алу керек. Бірденеге қатты боздық беруге болмайды бұл жерде. Ақырын жай береміз. Мінекей жағу процесі басталды. Жаңа ғана ішін бұның сумен толтырғанбыз. Бұның ішінде қазір 70 литр су бар данный момент. Енді бұл котелді қайда апарып құрамыз дейтіндерге, бұл жерде не толқы үйлерге, зданиелерге апарып құруға болады бұны. Основной зона отдықтарға, үлкен гараждарға, ангарларға апарып құрып жатады, бассейндерге дегендей. Сосын бұл котелға радиатор булкан жалғай берсеңіз де болады. Бұл котеліміздің мощность қуаттылығы 40 киловаттылық. 40 киловатт бұл демек 400 квадрат үйге қойсаңыз, соған күші келеді деген сөз. Енді өздеріңіз көріп тұрғандай, мынаның ішінде от жанып тұр қазір данный моментта. Мынау моржасы, анаң ішіндегі жанған ыстылық газдың бәрі мынау арқалы шығып кетеді. Тап-таза болып жанып тұр, ешқандай түтін шықпайды. Соныңмен бірге, анада от жанып тұр, мына жерден ыстылық шығу керек, Мінекей қолымды сұғам, мінекей. Мұздай салқын ауа шығып тұр мерден, боғаны, міне, тұра беремін, мұздай. Неге? Пока мынаның ішіндегі су, салқын су тұр ғой, жаңа ғана құйғанбыз 10 градуста. Мына жерден де салқын шығып тұр мінекей. Демек, бұның КПД мощності күшті деген сөз бұл. Бұдан ішіндегі жаққан оттың ыстылығы мына трубалар арқалы, теплообменник арқалы суға полный өтіп тұр деген сөз. Мына жерден ешқандай теплопотерия жоқ бұл жерде.
тепло потеря болғанда мына жерден ыстылық шығып кетуші еді. Мінекей. Соның ішінде да бұл пештеріміз өте эффективный. Енді бұл жерде газбен қалай жағамыз дейтін болсаңыз, ол үшін дополнительный мына жерден 3 қалдырып кеткенбіз. Осы жерден газды жалғай берсеңіз болады. Любой газды жалғауға болады бұл жерден. Бұда ешқандай жүклер болмайды, ауыстырмайсыз ештеңесін. Любой газды жағып береді бұл. Любой майды жағады бұл. Дизельный май ма, или пищевой май ма, бал қуырдақтан, бургерден шыққан майлар ма, или машиналардан шыққан май ма, қарамайды оған. Енді бұл котелымыз полный, разборный. Случае бір жері тығылып, бірнеңе болатқан болса, мына болттар арқылы шешіп алуға болады, іштерін тазалауға болады. Бұл жерде 4 отсек тұрыпты. 4 отсек, бұл 4 құдық. Осы 4 отсекте мына жерден шыға сала төменге барады. Астымен келіп тағы да көтеріледі, тағы да түсет, айланып, мына дымоход арқылы шығып кетеді. Соның есесінен мына жердегі шығып жанып тұрған от суға өзінің температурасын беріп, полный успевать етеді. Мына жерден тек қана салқын ауа ғана шығады, болды. Енді бұл котелдің ішінде қазір данный момент су заправка жасадық. Ровно 70 литр су бар бұның ішінде. Постепенно көтеріп келе жатыр, мінекей температурасы ақырын жай. Енді мына астындағы отсек бұл. Случай бір тығылғанда, бірнеңе болғанда осы жерді ашып просто бұл тазалағанда. Сол үшін қалдырып кеткенбіз бұны. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай 15-20 минуттың ішінде қайнатып, артынан ыстық суды лақтырып жатыр. Мінекей 100 градус температурада. Мұнадан шыққан су қолды күйдіретті, мұнадан шыққан, моргадағы шыққан ауа қолды күйдірмейді. Демек, мұна жерде жанып тұрған от суға 100% КПД мощностьта через теплообменник өтіп тұр деген сөз. Без потеря, нулевой потеря деп қойсақ болады.